Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі қарын бүрменің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қарын бүрме қойдың қарнына ұсақталған ет, май, бауыр, өкпе, жүрек сияқты ішек қарынның мүшелерін қосып, қарнға салып тігіп пісіретін тағам. Видеоны соңына дейін көріп, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Қарын бүрмеде өзінің атайып тұрғандай қарынның ішінде пісетін тамақ. Барынша жас малдың қарнын аламыз. Менің қолымдағы қыста туылған қозы, яғни қазіргі тоқтының қарны. Алдын ала ішек қарнымызды жақсылап жуып тазартып аламыз. Енді сонымен бірге осы қарнның ішіне салатын осы тоқтының ішкі құрылысы, өкпе, бауыры, жүрегі, іш майы. Мына жерде екі тоқтының өкпе бауыр бар. Мен тек қана біреуін ғана пайдаланамын. Екеуі сыймайды. Іш майына шейін барлығын турап саламыз. Сонымен бірге дәмдірек болу үшін қойдың кішкене етіменен құйрық майында қосып турап саламын. Тамағымыз піскен кезде ішек қарынның иісі шығып тұрмас үшін алдымен ішек қарнымызды қайнатып аламыз. Ішек қарнымыз сиятындай етіп ыдысқа су құйып, толық біраз қасық тұз салып, ішек қарнымызды саламыз. Бір ескертетін жағдай, қайнағаннан кейін 2-3 минуттан кейін қарнымызды алып аламыз, әйтпесе қарнымыз бүрісіп қалады. Ал ішектерімізді сол суда 15 минуттай қайнатып аламыз. Толық біраз қасық ас тұзын салып, ішек қарнымызды саламыз. Үстіне бір үлкен жуа саламыз, 2 түйір алма саламыз, және 4-5 түйір осындай қалампыр саламыз. Қайнағаннан кейін 2-3 минуттан кейін қарнымызды ұмытпай алып аламыз. Ішек қарнымызды оттан алып суытып қойдық. Енді осы уақыт аралығында қозымыздың өкпесін, іш майын, жүрегін барлығын ұсақтап турап аламыз. Мына кеңірдек сияқты жерлерін алып тастаймыз. Суып тұрған ішек қарнымызды да ұсақтап турап аламыз. Жаңа мен айтқан әдіспен қайнатсаңыздар, ішек қарныңыздардан ешқандай жағымсыз иіс шықпайды. Ел аузындағы әңгімеге сүйенсек, бұрынғы көшпенді ата-бабаларымыз мал баққан, әрине. Қой сойған кезде осылай қойдың қарнына барлық мүшелерін салып, жерді қазып, үстіне сексеуіл көміп пісірген. Ал қазір олай етудің қажеті жоқ. Кәдімгі мантаваркаде 2,5 сағат қайнатып пісіріп аламыз. Қарын бүрмемізге ерекше дәм беретін жуаны молырақ тураймыз. Жуамызды турап қойған өкпе бауырымыздың үстіне саламыз. Енді қарын бүрмелеріңіздің ерекше дәмді әрі құнарлы болғанын қаласаңыздар, дәл осылай кішкентай ғана қойдың майлы етінен турап салыңыз. Құйрық майынан да кішкене қосыңыз. Сол кезде қарын бүрмеңіз ерекше дәмді болып піседі. Ет пен құйрық майымызды үстіне салып, біраз қасық ас тұзын саламыз. 1 шай қасық толық қара бұрыш салып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді қарнымызды толтырамыз. Осылай қолымызбен салып, барынша нығыздап толтырып аламыз. Аузын
жіппен тиеміз, не болмаса осылай тұшшығытын шығышпенен осылай түйреп қоямыз. Және тұшшығышпенен әр жерінен тесіп жіберуді ұмытпаймыз. Осылай тұшшығышпен бекітіп алғаннан соң мантоваркаға салып 3 сағатқа отқа қойып қоямыз. Бір жақсылап қайнағаннан кейін астын басып, жай отта пісіреміз. Неке қарын бүрмеміз дайын болды. 3 сағат қайнаттым. Өте жұмсақ болып піскен. Әрі дәмді, әрі құнарлы тамақ. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Видео көңілдеріңізден шықса, қазақ тілді контентті қолдап, лайктарыңызды басып, тіркелмегендеріңіз қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алдағы уақытта осы арнамда басқа да түрлі рецепттерменен, жаңа рецепттерменен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық.